Баршаңызға сәлем. Бүгін сондай нәзік мақ қосылған тоқаш әзірлейтін боламыз. Қажет қоспаларды описаниеге жазып қалдырдым. Алдымен ұнның ортасын ашып, ашытқы, шекер, жұмыртқа салып, күнбағыс майын құйып араластырамыз. Сосын жылы сүт құямыз. Сонда ашытқымыз бен қантымыз жақсы еритін болады. Бір келкі қамырға айналған соң, бетін жауып көтерілгенше 40 минуттай қалдырамыз. Көтерілген қамырымызды ұнға жақсылап илеп аламыз. Содан соң шамамен қалыңдығы жарты сантиметр болатындай етіп жайып шығамыз. Енді мақ пен шекерді араластырып алып, қамырымыздың бетіне толықтай сеуіп шығамыз. Сосын қамырымызды жаймен ораймыз, себебі ол өте нәзік болады. Оралған жерлерін ашылып кетпестей етіп біріктіріп шығамыз. Сосын мен көрсеткендей соңына кішкене ғана жеткізбей, ара қашықтығын бірдей етіп кесіп шығамыз. Содан соң бірін төмен, бірін жоғары етіп орналастырамыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минутта пісіріп аламыз. Тоқашымыз дайын, сондай нәзік және өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептлерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып пікір қалдырыңыздар. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.